Қайырлы кеш, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге салмасы алмадан болатын өте дәмді булочка жасап көрсетемін. Шарлоткадан еш айырмашылығы жоқ. Дәмді болатын. Және қолжетімді заттардан үй жағдайында жасауға болады. Өте әдемі болып піседі. Қандай заттар керек екенін қазір айтып өтемін. Бірінші біз қамырын жақсылап илеп алуымыз керек. Қамырға керек заттар 300 грамм сүтке ерітілген 150 грамм сары майды қосамыз. Сосын тұз салам 10 грамм, 2 чайный ложка, столовый ложка шекер салам. Сосын 5 грамм дрожь, 2 жұмыртқаның ағын салам да сарысын бетіне жағуға алып қалам. Осылай алып қалам. Сөйтіп жақсылап араластырып, алдын ала илектен өткізілген ұнды салып, жайлап қамырымызды илейтін боламыз. Бірінші қастың көмегімен қозғап аламыз осылай. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз шілей қатты болып қалмау керек, және өте жұмсақ болып кетпеу керек. Орташа деңгейде илеп, бетін жауып 30-35 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілу керек. Қамырымыз міне көтерілді. 35-40 минуттай өтті. Әдемі көтерілді. Енді осы қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды түсіріп аламыз ыдысынан. Суаулап қамырымызды жайып аламыз. Жайлаған қамырымызға бөлме температурасында сары майды осылай жағып, ішіне қарай осылай қайтарып, одан соң тағы да майды жағып, төрт салып бөлетін боламыз. Майды жағып жіберіп, қайтарып ішке қарай бөлеміз. Сөйтіп 1,5 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сол кезде ішіндегі салмасын дайындаймыз. Алманы осы видеода да турап аламыз. Жіңішке салам қағып, сосын шекер қосып, одан соң 120 граммдай корица қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сонымен салмамыз дайын болады. Тоңазытқыштағы қамырды алып, осылай жаятын боламыз. Дайын салманы осылай бір шетіне саламыз қамырымыздың. Салған салмамызды қолдың көмегімен қамырдың шетін ішке қайырып, осылай орайтын боламыз. Осылай орап, шетін бөгіп болғаннан кейін саусақтарымызбен жақсылап жауып, екінші шетін осылай тілгілейміз. Салмамызды ішке қарай тағы да орап, екінші шетін қайтарып, булочкамыздың формасын жасаймыз. Міне осындай болады формасы. Осылай екіншіне жайып, осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз. 180 градусқа 35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің булочкамыз пісті, қап-қызыл болып. Достар, жасап көріңіздер. Өте дәмді, үй жағдайында жасалынатын дәмді булочка.